Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Білмей іздегенмен табылмас. Әуелі білім ғылым табылса, ондай мұндай іске жаратар едім деп, дүниенің бір қызықты нәрсесіне керек болар еді деп іздемекке керек. Оның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектің өзін дәулет білсең, және әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат, хұзыр хасил болады. Сол рахат білгеніңді берік ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әрбір естігеніңді, көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыт болады. Сол мінез бұзылмасын, көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып, үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң, оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенің қыларлық, тұрам дегенің тұрарлық мінезде, азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл беріктік бір ақыл, ар үшін болсын. Осы қасиеттер Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің директордың оқусы жөніндегі орынбасары Сатмаханова Ләззат Ораққызының бойынан табылады. Ләззат Ораққызы жаратылысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жадында жақсы сақтайтын, еш нәрсені ұмытпайтын, алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі, мейлінше шешен, өнер білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адамдарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін, батыл, ержүрек ұстаз. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Ұлы Абай атамыз айтқандай, мұғалімнен өнеге білім алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез келген шәкірт ұстазымен мақтанады. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беріп жүрген ұлағатты ұстаздарымыз мектептің жүрегі, мамандықтың анасы деп есептелетін мұғалімдік жұмыс көп қажырлы қайрат пен шыдамдылықты, терең білімді қажет етеді. Мектебіміздің оқусы жөніндегі орынбасары Ләззат Ораққызы өзінің білімімен адал еңбегін тек шәкірттерге ғана емес, ұстаздарға да бағыт-бағдар беріп, өз көмегін аямайды. Ұстаз ұлық емес, ұлы қызмет. Бауыржан Момышұлы.